Сәлем достар, бүгін сіздерге менің сүйікті универсалды қамырды көрсетемін. Бұл қамырдан беляши, пирожки және пончик бәрі тамаша шығады. Алдымен ыдысқа жылы сүт, жылы су, тұз, қант, сұйық май және ашытқы салып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін 4 ас қасық ұн салып, тағы да жақсылап араластырамыз да бетін жауып қоямыз шамамен 10-15 минутқа. Бізде осылай реакция болу керек, бетінде кішкене көпіршіктер шығу керек қамырдың. Енді қалған ұнымызды біртіндеп салып, жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Иленген дайын қамырға соңында міндетті түрде сұйық май қосамыз 2 ас қасықтай. Содан кейін жақсылап басамыз да бетін жауып жылы жерге 30-40 минутқа қойып қоямыз көтерілгенше. Ал енді осы қамырдан беляши жасаймыз. Беляшидің салмасына тартылған сиыр етіне ұсақталған пияз, тұз, бұрыш қосамыз, жақсылап араластырамыз. Осы уақытта біздің қамыр мінсіз тамаша көтерілді. Енді қамырмен жұмыс жасап көрейік. Қолымызды сұйық маймен майлап, қамырды кішкентай бөліктерге бөліп домалақтап аламыз да 1-2 минутқа қойып қоямыз көтерілгенше. Әр бөлікті жайлап жайып, ортасына салма салып, шеттерін жинаймыз, түйілген жағын астына қаратып қоямыз. Табаны қыздырып, май құямыз, беляштың бетін басып, түйілген жағын төмен қаратып, майға саламыз да, баяу отта 2 жағын қызартып, қуырып аламыз. Мінекей достар, осындай әмбебап қамыр бір рет илеу бірнеше тағамға жарайды. Егер рецепт ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыз. Сіздермен болған Ақгүл, келесі видеода кездескенше.